Я достар, алтын доптан кейін араға 2 ай салып, FIFA өз марапаттарын тапсырды. Цюрихте өткен шараның қорытындысын айтайық. Бір жағынан France Football нәтижелерімен салыстыратын боламыз. Кеттік. Үздік футболшы Роберт Левандовский алтын допты Лео Месси алған болатын. Берсең ала беремін, маған бәрібір. Бұл бәсекеде Роберт Месси мен Салахты артқа тастады және The Best сыйлығын екінші жыл қатарынан жеңіп алып отыр. Рәсімде Месси бейне байланыс арқылы Левандовскийді құттықтады. Ұпай айырмашылығы аса қатты көп емес, небәрі 4-еу, яғни Левада 48, Леода 44. Алтын топтан басты айырмашылығы мұнда дауыс беретін 4 топтың шешімі бірдей қаралады, яғни журналистер, құрамалардың бапкері мен капитандары және жанкүйерлер. Ал France Football жанкүйерлерді қатыстырмайтын дауыс беруге. Тек алғашқы 3 топ қана. Үздік бапкер Томас Тухель. France Football мұндай марапат бермейді. Бірақ мұны былай түсіндірейік, яғни Челсиді 2021 жылдың үздік командасы деп жариялады, ал бұған себепкер Тухельдің өзі. Томас Юрген Клоптың 2 жылдық сериясына нүкте қойды, дегенмен немістер сериясын жалғастырды. Үздік қақпашы Эдуард Менди алтын допта Яшин сыйлығын Джанлуичи Доннарума алған болатын. Менди өткен маусымдағы Челсидің ерлігіне атсалысқан негізгі кейіпкер, бірақ осыған қарамастан France Football Доннаруманың Еуродағы өнерін жоғары бағалады, ал мұнда Челси нысана күзетшісінде басымдық болды. Үздік әйел футболшы Алексия Путелес алтын допта мұнымен келісті. Керемет синхрондық. Путелес 2 дауыс беруде де үздік саналды. Басқа таңдау жоқ. Жыл командасына енгендер: Джанлуичи Доннарума, Рубен Диаш, Леонардо Бануччи, Давид Алаба, Нголо Канте, Жоржиньо, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Роберт Левандовский, Эрлинг Холланд, Криштиану Роналду. Эдуард Менди, Мохамед Салах және Карим Бенземалардың бұл құрамда жоқтығы әрине көпшілікті таңғалдыру мүмкін. Мынаны түсінгеніміз абзал дегенменде. Дауыс беру FIFPro кәсіби одағына мүше футболшылар арасында өтті. Таңдау толықтай солардың жауапкершілігінде. Одан бөлек мынадай мадақтар болды. Әйелдер арасындағы үздік жаттықтырушы Эмма Хейс, Челси Англия. Үздік әйел қақпашы Кристиан Эндлер, Лион Чили. Үздік қолға берілетін Пушкаш сыйлығы Эрик Ламела, Тоттенхэм Севилья Аргентина. FIFA-ның Fair Play сыйлығы Дания құрамасына және Euro 2020-да Кристиан Эриксеннің өмірі құтқарып қалған дәрігерлерге. Ал жыл жанкүйерлері Дания және Финляндия құрамасының фанаттары атанды. Ерекше сыйлық Криштиану Роналдуға тапсырылды. Ол кеш соңында сахнаға шығып, Португалия құрамасы сапында жасаған рекорд үшін мадақ алды. 2021 жылы Криш Али Даейдің жетістігінен асып түсіп, әлемдік рекордты жаңартқан еді. Ал сіздерді Лео, Лева, Криш кімдерге дауыс берді деген қызықтырады ма? Ендеше айтайық. Криш Левандовскийге бірінші орынды берсе, Лева оны 3-ке қойыпты. Ал Месси екеуін де ұмытқан. Лео бірінші орынға Неймарды, екіншіге Мбаппені, үштікке Бенземаны қосыпты. Оның ойынша Роберт өткен жылы үштікке енуге лайық өнер көрсетпеген. Криштің нұсқасы бұлай: Левандовский, Канте, Жоржиньо. Ал Левандовский алғашқы тұғырға Жоржиньоны, екіншіге Мессиді, үштікке Роналдуды қосқан. Бұл өзіне деген максималды сенімділік пе? Жалпы Месси мен Роналду The Best болсын, алтын доп болсын, бір-біріне өте сирек дауыс берген, тіпті дауыс бермеген деп айтуға да болады. Қанша жерден бір-бірі жайлы құрметті сөздер айтқаны менде. Мына суретті паузаға қойып көрсеңіздер болады. Байқағаныңыздай, Месси Криштиануды 3-ке 2 рет қосқан, 18-де 3-ші орынға, 19-да 2-шіге. 20 мен 21-де қайтадан қоспаған. Роналду 2020-ға дейін Мессиге мүлдем дауыс бермеген, және бұл әзірге алғашқы және соңғысы. Лео командаласы емес ойыншыға тек 2 рет қана дауыс беруде бірінші орынды беріпті осыған дейін. 18-де Модричке, 19-да Манеге. Ал өзге уақыттарда ылғи командаластарын тізімгеліктірген. Барсадағы, ПСЖ-дағы, Аргентина құрамасындағы. Роналду бұл көрсеткіште сәл нейтралдылау, тек 14-тен 19-ға дейін ғана бірінші орынды ұжымдастарына берген. Реалдағы, Юведегі, оған дейін үздік деп Чави мен Фалькаоны таныса, одан кейін 2 рет Левандовскийді. Сонымен 6-шы рет ұйымдастырылған индивидуалды марапаттар табыстайтын The Best FIFA Football Awards рәсімі аяғына жетті. Сіздер осы шара төңірегінде комментке міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Әділетті ме, әлде келіспейсіз бе? Ал біз келесі кездескенше дейміз. Сау.
Кел бері қолыңды соз маған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл битпен сөз берем ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп Кел бері қолыңды соз маған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл битпен сөз берем